Қайырлы күн. Біз сіздермен бірге бүгін қалай жеке кәсіпкерлер өздерінің негізгі құжаттары, жаңағы талондарын, уведомление о начале деятельности, яғни кәсібін бастағандығы туралы хабарламаны қайдан қалай шығарып алуға болатындығы жайындағы видео нұсқаулықты көретін боламыз. Ол үшін бізге керегі интернет желісіне қосылған компьютер болу керек, электронды цифрлық қолтаңба болу керек және 5 минут уақытыңыз болу керек. Олай болса кеттік. Қараңыздар, міне мынау e-license.kz деп аталатын мемлекеттік сайт. Осы сайтқа мына жоғарғы жағындағы міне YT деген батырманы арқылы кіресіздер. Болмаса мынаны егерде сіздер орыс тілінде жалғастыру қиын болатын болса, қазақшаға аударып алуға болады. Ол үшін мына сол жақ жоғарғы жағында мына KZ дегенді бассаңыз, жалпы интерфейс қазақ тіліне ауысады. Ары қарай міне кіретін кезде сізде мынандай терезе ашылады. ECC арқылы кіру, яғни электрон цифрлық қолтаңба, сертификатты таңдау, файловая система, ECP кілтіңіз тұрған папкіні нұсқайсыз. Кіретін кезде AUS RCA деген бірінші тұрған кілтті таңдайсыз. Пароліңізді тересіз. Подписать. Міне сіз жоғары жақта қарасаңыз өзіңіздің аты жөніңізбен e-license сайтына кірдіңіз. Егерде сіз жеке кәсіпкер болатын болсаңыз, сіз әлбетте бұл сайтта тіркелу керексіз. Тіркелген болу керексіз. Тіркелмеген болатын болсаңыз, бірінші тіркеліп алу керек, содан кейін барып кіресіз. Мен кірдім. Енді қараңыздар, мына жерде жеке кабинет деген бөлім тұр. Осы жеке кабинет дегеннің үстіне басасыздар. Сол кезде астында қызметтер алу тарихы деген бар. Осыған басасыздар. Келесі ашылған бетте хабарламалар дегенге өтесіздер. Сәл төмен қарай түсірсеңіздер, мына жерде сіздің берген барлық хабарламаларыңыз тұр. Міне, мынау жоғары жақта тұрған, ол аяқталмаған хабарлама болса тұрады. Мынау міне аяқталған хабарлама. Мына лупа тектес домалаққа басасыздар. Міне, біз сіздермен бірге хабарламаны жүктеу. Мынау сіздің жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, кәсібіңізді бастағандығыңыз туралы хабарлама. Үстін басып қаласыздар. Сізге тіл ұсынады. Қазақ тілінде ме, орыс тілінде ме? Сіз өзіңіз таңдайсыз. Маған керек қазақ тілінде. Үстін басып қалдым. Хабарлама автомат түрде компьютеріңізге жүктелді. Және оның төмен жағында талонды жүктеу деген бар. Үстін басып қалдыңыз, тағы да ұсынады сізге. Қай тілде? Мен қазақ тілінде деймін. Сонымен мен талонды да хабарламаны да қазақ тілінде жүктеп алдым. Міне менің көз алдымда менің жеке кәсіпкер ретінде тіркелгендігім туралы талоным ашылды. Егерде сіздерден біреу жеке кәсіпкер ретінде құжатыңызды сұрайтын болса, талоныңызды бер дейтін болса, хабарлама бер дейтін болатын болса, еш қиналмастан өстіп өзіңіз кіріп e-license сайтынан шығарып алады екенсіз. Олай болса келесі видеода жолыққанша сау, саламат болыңыздар.